жойылу қаупіндетір. Су айдыны қарқынды түрде тайызданып барады. Және бұл бір ғана елдің мәселесі емес, бүкіл жер шарының ортақ тағдыры. Бұл жағдайды тек бірлескен күш-жігер арқылы ғана өзгертуге болады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бірнеше рет атап өткен, сөз тек өңірлік мәселе туралы емес. Бұл бүкіл халықаралық қоғамдастық үшін дабыл қағарлық жағдай. Мы, как гражданское общество, не можем оставаться в стороне. Судьба Каспия – отражение нашей осознанности, уважения к себе и способности оставаться человеком. Сегодня сотни барабанов звучат, чтобы привлечь внимание. Судьба Каспия не может оставить равнодушным ни одного из нас. Ведь речь идет не только о природе, но и о реальности, в которой мы выбираем жить сегодня ради нашего завтра. Politicians, business leaders, corporations, foundations, and citizens of Kazakhstan, Russia, Azerbaijan, Iran, and Turkmenistan must act together. Огромный воздушный змей с надписью «Сохраним Каспий», который мы подняли сегодня, это наше обещание будущему поколению и самим себе. Каспийді сақтау, Сохранить Каспий. To preserve the Caspian Sea, өзімізді және мақтанышымызды сақтау деген сөз.